Әке мен бала әңгімесі. Әкесі 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың ескі тағасын көреді. Баласына айтады: «Анау тағаны балам ала жүр» деп. Бала әкесіне: «Сынып қалған ескі тағаны не қылайын» дейді. Әкесі ескі тағаны өзі иіліп алады да үндемей жүре береді. Қаланың шетінде темірші ұсталары бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайрылып, ескі тағаны соларға 3 тиынға сатады. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алады. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре береді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан балада дыма қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салады. Біраз жер жүрген соң бір шие, тағы біраз жүрген соң бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп, жерден алып жейді. Сонда әкесі тоқтап тұрып, баласына шиені орамалымен беріп тұрып айтады: «Көрдің бе, мына тағаны жамансынып, жерден бір ғана иіліп алуға ерініп едің. Енді сол тағаға алынған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Бұдан бұлай есіңде болсын балам, аз жұмыстан қиналсаң, көп жұмысқа тап боласың» деді әкесі.